Пока-пока деп мектепке жұмысқа кететіндерді шығарып салдым. Үре деп бір билеп алдым. Сөйтіп терезеден бір тексеріп алайын деп қарадым. Кетіп бара жатыр екен. Сөйтсем мына жақта посудалары мені күтіп тұр ғой. Бұларды жуып тастамасам кешке дейін қалып кететін жағдайы бар дедім да тездетіп жалтыратып барлығын жуып тазалап алдым. Содан болды ма ақыры деп кухнядан шығып келе жатсам аяғым астында кірлер тұр ғой. Туф, мыналар қайдан келген дедім да стиральный машинаға салдым да айналдырып жібердім. Кеше киімдерді күтіп тұр ғой мені, бұларды да жинап алайын, қазір ана жуылған киімдерді қайда жаям деп тездетіп жинап алдым. Сөйтіп залға келсем жайрап жатыр ғой, көшіп жатыр мына жер деген. Бұл жерді жинап алайын дедім да тездетіп посудаларымды кухняға тасып дастарханымды сүртіп алып осылай жинап алдым. Қызым да ұлым да көмектесейін демейді ғой, тек шашады ғой, ізіңе жинап кеткен жеріңді ше. Арасында үйдегілер жұмыста кезде ұрсып тәрбиелеп аласың ғой. Содан кейін шаршап ұйқым келіп өзім комнатама келе жатқам ғой. Сөйтсем мына жақта жайрап жатыр ғой. Неменеге таңертеңнен бері жиналмаған деп өзің айтып қоясың ғой. сөйтіп жинап алдым. Содан кейін балалардың қарны ашқан шығар, обедтерін беріп алайын деп кешегіден қалған тамақты осылай ысытып беріп алдым. Сосын қой кеш болып қалды, енді ненің демалуы дедім да үйімді тазалайын енді деп пелесосымды қосып алдым да тез суылдатып тазалап алдым. Сөйтіп тамағымды бастадым. Одан кеш болды, үйдегілер мектептен жұмыстан келді. Сөйтіп кешкі тамақты дайындап бердім. В общем, үйде отырған келіндердің тірлігі осы ғой енді.